Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздермен керемет болып шығатын әрі ерекше ажурный блиннің рецептісімен бөліскім келіп тұр. Өте керемет әрі дәмді болып шығады, балалардың ең сүйікті тіске басары десек те болады. Жалпы блини бұл көңіл күйдің десерті десек те болады. Кез келген тамақты махаббатпен істесек өте әдемі болып шығады. Әсіресе осы блиниді бар махаббатымызбен істесек тіптен әдемі болып шығады. Ең әуелі құрғақ таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды, қантымызды салып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Қантымыз толықтай ерігенге дейін. Барлық керек заттарды төменгі описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Қантты қалауларыңызға қарай азайтып немесе көбейтіп салуға да болады. Және де менің видео ұнап жатқан болса, соңына дейін қарап, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Мүмкіндік болса, қай елден, қай өңірден көріп отырсыздар, оны да жаза кетсеңіздер болады. Неке блини жұмыртқамыз бен қантымызды осылай жақсылап миксерлеп болғаннан соң, жылы сүтімізді құятын боламыз. Сүт бізде міндетті түрде жылы болу керек. Тым құрғанда бөлме температурасындағы жылылықта болу қажет. Онан соң сұйық майымызды, ұнымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Ұнымызға кішкене шай қасықтың ұшында қопсытқыш салып жібереміз. Және де ыстық қайнап тұрған суымызға кішкене ас содасын салып, осылай бөліктерге бөліп құйып алатын боламыз. Ыстық қайнап тұрған су, яғни кипяток бізде ажурный болып шығуға, яғни блиніміздің әдемі шығуына жағдай жасайды. Ұнымызды осылай бөліктерге бөле отырып салатын боламыз. Ұн мен суды кезек-кезек араластырып салып отырамыз. Өте әдемі болып шығады. Бір жасағаннан шығатын керемет рецептілердің бірі. Сіздерге де кеңес беремін жасап көруге. Жаз мезгілінде балаларыңызды қуантып, жазғы демалыста жасап беруге өте керемет тіске басар. Әрі көп затты да қажет етпейді. Суымызды міндетті түрде бөліп құямыз, себебі бізде су өте қатты қайнап тұрған ыстық су болғандықтан жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін бірден салып жіберсек. Ұн мен суды бөліп құятын боламыз. Өте керемет болып шығады. Және де видео ұнап жатса, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий басыңыздар, және қоңырау белгісін баса кетіңіздер, мені жоғалтып алмас үшін. Міне, біздің тестамыз дайын болды. Өте әдемі, нәзік теста. Енді қызып тұрған сковородкемізға кішкене ғана майымызды жағып, осылай құйып араластыратын боламыз. Міне байқасаңыздар, ажурный, яғни тесіктер пайда болып жатыр, өте әдемі болып. Мен осылай зубочистканың көмегімен шет-шеттерін алып, аунатып алатын боламын. Әрине, бірінші құйған кезде кішкене сковородкеге табамызға жабысуы мүмкін, немесе осылай менікі сияқты дөп-дөңгелек болмай қалуы мүмкін. Ол қалыпты жағдай деп ойлаймын. Бірінші кезде қол үйренгенге дейін. Неке өте әдемі болып шығып жатыр. Сіздерге де осы рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Және де мені қолдап отыруларыңызды сұраймын. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Неке екі жаны да қызарып, әдемі болып пісіп шығады. Міне байқасаңыздар, өте әдемі. Қолымыз үйренгеннен кейін блиныларымыз өзі бір тегіс болып жайылып шыға келеді. Неке өте әдемі әрі дәмді, табиғи блиныларымыз дайын болды. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.